Айдың қараңғысы мен жарығы қандай аралас болса, өмірдің қайғысы мен қуанышының да сондай аралас екенін ұқтым. Қисық ағаштың көлеңкесі де қисық, әр қисық сөздің иесі де қисық ойлы жан. Өмір болған соң сүю керек, көру керек, жылау керек, сынаққа сынбау керек, қуанып шаттану керек, қазіргі сәтіңе, бүгінгі күніңе бақытты болу керек. Өйткені ертеңгі күні бар ма, жоқ па, Алладан басқа ешкім білмейді. Мен бақыттымын, өйткені бақытсыз екенімді ойлауға менде еш мұрша жоқ. Мен жағымпазданғанды жек көрем. Сол үшін де айналамда саусақпен санарлықтай адамдар ғана бар. Жердің тайғақ болғанын мұздан көрдім, еттің ащы болғанын тұздан көрдім. Жас күнімде қыз бала деп менсінбеп ем, қартайғанда рахатты қыздан көрдім. Жер бетіндегі жақсы адамдар сұлулықты сезінеді. Дер кезінде тәуекел етерлік батыл, шындықты бетке айтатындай жігерлі. Оларды дәл осы қасиеттері осал етеді. Сол себепті жақсы адамның көбі іштей күйреп қалады. Бетіңе күлгенге емес, қадіріңді білгенге сен. Пайда үшін күрескенге емес, қайғы мұңды бөліскенге сен. Жалғыз қалғанда өз ойларыңа абай бол. Отбасыңның ортасында мінезіңді көрсетуден абай бол. Достарыңның арасында тіліңе абай бол. Ер адам әйелі үшін ағадай қорғаныш, достай сырлас, өмірлік жолдастай адал болуы керек. Әйел адам ері үшін анадай қамқор, қарындастай тіл алғыш, жан жарындай адал болуы керек. Кейбір бастар ішінде дәнегі жоқ жаңғаққа ұқсайды. Ондайлар көп қой, бір кем дүние. Ашу бар жерде ақыл тұрмайды, депті Төле би. Адамдардың көбі ашушаң, ақыл қайдан болсын, бір кем дүние. Өскенді де көргенбіз, бөскенді де көргенбіз. Өсіп-бөсіп ақыры өшкенді де көргенбіз. Асқанды да көргенбіз, тасқанды да көргенбіз. Асып-тасып ақыры сасқанды да көргенбіз. Жақсы сөйлеп, жақсы ойла, бақыт қонар. Сәттілікті ойласаң, серік болар. Жетістікті қаласаң, шын ниетпен, көп күттірмей бір күні келіп тұрар. Жақсы адамды сыйласаң сыйыңа, бал қосып тәттетеді. Өмірінде түк көрмеген жамандар сыйластықты суытып, көңіліңді қаттетеді. Қарапайым бол. Ешқашан өзіңді басқалардың жоғары қойма. Лауазым мен мәртебе уақытша, ал адамгершілік мәңгілік. Сен не істесең де әлде біреулер жағымсыз нәрсе айта береді. Мұны ауыр қабылдама. Өз өміріне көңілі толмайтын адамдар ғана басқаларды сүзіп сынайды. Өз жүрегіңе ер. Дұрыс деп ойлаған нәрсеңді жаса. Сенің таңдауың айналаңдағы адамдарға қалай әсер ететінін ойла. Бақытты болу үшін әркімнің рұқсаты қажет емес екенін әрқашан есте сақта. Жаманды жаман деп жерге тыға берме. Бойында сіз білмейтін жақсы қасиеті болуы мүмкін. Ойланбай сөйлеген опық жегізер, немесе ұятқа қалдырар демекші, ойланып сөйлеген дұрыс. Жақсылық жасасаң, анаңа жаса, жаныңа медет сұраған. Көрсетпей сол жан саған оңаша, көзінің жасын бұлаған. Олақ адам міншіл келеді, оңбаған адам күншіл келеді. Көп ойлаған адам сыншыл келеді, орынсыз сөз былшыл келеді. Аяймын күнім батып түн болғанын, жігері талай жанның құм болғанын. Айтпадау о дүниеден келіп біреу, кешегі кеткендердің кім болғанын. Ақша өмірдің маңызы емес, бірақ барлық маңыздылар соған тәуелді. Ақшасыз жүруге де ақша керек.
Мәлім ғой, періште емес пенде екенің. Білеміз, бұл өмірдің демде өтерін. Атағың айға жетіп тұрса дағы, ұмытпа аяғыңның жерде екенін. Мәлім ғой, өмір жолы ақ пен қара. Қашанда қатар жүрер бақ пен нала. Сонда да уайымдама, көтер басты, сынаған бұл өтпелі сәттер ғана. Тоқтауын білмес жемқордан, оттауын білер мал артық. Біз ауада құстарға ұқсап ұшуды үйрендік. Суда балықтар сияқты жүзуді де үйрендік. Енді жерде адам сияқты өмір сүруді үйренсек болды. Мәңгілік емес тағдырың, сондықтан дүние садаға. Алланың берген әр күнін байлықтан артық бағала. Қалады арманыңда орындалған, байдан да байлық сыймас орын алған. Әттең-ай өмір жалған, өлім шындық, болса ғой өмір шындық, өлім жалған. Күле салам бергеннің бәрі дос емес, күңірене сын айтқанның бәрі жау емес. Алдыңа ас келгенде қанағатты ұмытпа, басыңа бақ қонғанда жамағатты ұмытпа. Құрметті оқырман, видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз. Және де каналымызға тіркеліп алуды ұмытпаңыз.